Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шағыңыздан сүйіп жейтін өте дәмді және жұмсақ болып шығатын сүзбелі сочниктердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бөлме температурасындағы жылы жұмсақ сары май, тұз және қантты сары май ағарып ұлғайғанша 3-4 минуттай миксермен араластырамыз. Үстіне жұмыртқа қосып бір келкі болғанша араластырамыз. Үстіне қаймақ қосып, тағы да миксермен бір келкі болғанша араластырамыз. Үстіне қопсытқыш және електен еленген ұнды біртіндеп саламыз. Рецептен көрсеткеннен кішкене көп немесе аз ұн кетуі мүмкін. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Осы қамырды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбенің үстіне ақуыз және қантты қосып, шанышқымен бір келкі болғанша еземіз. Сочниктер пісіп жатқан кезде сүзбені қоюландыру үшін ұн саламыз. Ұнның көлемі сүзбенің сулылығына байланысты. Мен 12 орташа сочник істейтін боламын. Бұл қамырдан кішкентай 16 сочникте істеуге болады. Қамырды екіге бөліп, біреуін жайып жатқан кезде екіншісін тоңазытқышқа сала тұрамын. 6-ға бөліп, қамырларды домалатамын. Бірінші қолмен кішкене үстінен басып, оқтаумен сопақша қылып жаямын. Қамырдың жартысына бір ас қасық салмасын салып, екінші жартысын үстінен басып, шеттерін кішкене қысамыз. Жұмыртқаның сарыуызына бір шай қасық сүт қосып араластырып, сочниктердің үстінен жақсылап жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай сочниктердің үстері қызарғанша жақсылап пісіреміз. Өте дәмді, әдемі және жұмсақ болып шығады. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.